Идея дегеніміз не? Идея бұл сіздің басыңызда тууы мүмкін нәрсе. Бірақ, өкінішке орай, сіз бұл туралы ештеңе жасамасаңыз, ешқашан жүзеге аспайды және жарық көрмейді. Бүгін біз сізге идеяның үлкен тілектен шындыққа айналатынын, бұл әлемде өзіне және күшіне деген сенімнің жемісі ретінде көрінетінін өз жұмысымен дәлелдеген адам туралы айтып береміз. Кейіпкеріміз 1955 жылы 24 ақпанда дүниеге келген. Ал оның өмірі әу бастан-ақ жақсы болмады. Бала күнінде одан туған анасы бас тартып, асырап алуға берген. Бірақ жігіт ұзақ уақыт үйсіз болмады. Біршама уақыт өткеннен кейін ол жаңа отбасын тапты. Оны ерлі-зайыптылар Пол мен Клара Джобс асырап алды. Олардың өз балалары бола алмады. Сондықтан олар басқа біреудің баласын алып, оны өз баласындай өсіруді шешті. Клара мен Пол асырап алған ұлдарына Стив есімін берді. Бір қызығы, Стив бала кезінен дарынды, керемет авантюризмді, қызығушылығы зор және керемет зерттеу әлеуетін біріктіретін ерекше бала болған. Уақыт өте берді. Стив қарапайым бала сияқты өсті. Бірақ ол 12 жасқа жақындаған кезде, оның өзі және жаңа атанасы оның электроникаға қатты қызығатынын байқай бастады. Бір күні ол физика мұғаліміне көмектесуге дайын екенін көрсетті. Шкафқа арналған электр тоғының жиілік сенсорын жинағаннан кейін, көптеген адамдар үшін бұл ересек жаста да түсініксіз сөздердің жиынтығы. Бірақ Стив сол жастың өзінде бұған қызығушылық танытты. Оның жолын бөгеген жалғыз нәрсе болды. Ол қоймада барлық қажетті бөлшектердің болмауы еді. Көпшілігіміз осындай сәтсіздіктен кейін бастапқы ойдан бас тартамыз. Бірақ біздің кейіпкеріміз қайтпады. Ол әдеттен тыс шешім тапты. Телефон анықтамалығын алып, бала жай ғана Уильям Хьюлетке қоңырау шалды. Мүмкін, көпшілігіңіз бұл есімді естіп, түсінген боларсыз. Тұтқаның арғы жағында адам белгілі HP компаниясының бас директоры болатын. Сіз оны елестете аласыз ба? 12 жасар бала еш қиналмай, батылдық танытып, сөзін тыңдамай күліп, әңгімені аяқтай алатын біреуді сөйлесуге шақырды. Алайда Стив Уильямды таң қалдыра алды. 20 минуттық әңгімеден кейін ол ортадағы диалогты маңызды деп тауып, барлық қажетті мәліметтермен жүргізушіні балаға жіберді. Жаз жақындаған кезде Стив Уильямның жеке шақыруымен HP-ге тағылымдамадан өтуге кетеді. Мектепте оқып жүргенде ол қызығушылықтары ұқсас дос тауып, онымен сүйікті ісін бірге жасап жүреді. Электроника оларды бір ортақ мақсатқа біріктірді. Стив Джобс пен Возняк бірнеше күн бойы бірдеңе дәлелдеумен айналысатын. Кейінірек екеуі де HP-де дәріс оқып, тәжірибеден өтеді. Ал мектепті бітіргеннен кейін Возняк өзін осы компаниямен байланыстырып, инженер ретінде жұмысқа орналасады. Бар күші мен уақытын сала отырып, Возняк өзінің жеке компьютерін жасауды армандайды. Джобс басқа жолмен жүріп, досы жұмыс істейтін компаниямен араласпайды. Ол Atari'ға қосылды. Бірақ видео ойынның дизайнері ретінде. Әйтсе де, жігіттің ынтасы тез сейілді. Біздің Стив бәрін артта қалдырып, кетуге шешім қабылдайды. Ағартушылық жолды таңдап, достарымен Үндістанға жолға шығады. Бұл бәрінен баз кешіп, кетіп қалғын келетін күндер болатын. Жай ғана билет алып, жоқ боп кеткін келеді. Барлығынан жоғалып кету, жаңа күшпен жаңа идеялар үшін өте маңызда қайта туылу кезеңі деп есіне алады өзі кейін. Возняк штаб пәтерінде қалды.
Компьютерлік клубта радио әуесқойлардың тар шеңберлерінде ғана белгілі хоумбрюдің негізін салушылардың бірі болды. Бірақ Возняктың жұмсаған күш жігері бекер болған жоқ. 1975 жылы Возняк ұзақ уақыт бойы ұмтылған нәрсені жасады. Дербес компьютердің алғашқы прототипі мектепте оқып жүргенде өзі араласқан компанияға мақтанышпен көрсетілді. Бірақ өкінішке орай бәрі ол ойлағандай болмады. Ойлап тапқан жаңалығы мақұлданбады. Бұл Возняктың көңіліне қатты тиді. Десе де, ол тоқтамауға тырысып, бір кездері оның досы дизайнер болып жұмыс істеген Атариға жүгінеді. Алайда, жағдай одан сайын ушығып, компания оның өнер табысын тиімсіз және пайда әкелмейтін деп санап, ұсыныстан бас тартады. Адамдар әрқашан жаңа нәрсеге күмәндануға бейім. Менің сол кездегі өнер табысым ерекшелік болған жоқ, деп есіне алды кейін Возняк. Тұрақты табыс әкелетін, тұрақтылықты ұнататын және жаңа өмірге сенімсіздікпен қарайтын адамдардың кесірінен сәтсіздікке ұшыраған Стив пен Возняк күйзеліске түседі. Әрине, ол бұдан бұлай бұл компанияда жұмыс істей алмады. Өйткені оның мәні де жоқ еді. Бірнеше жылдық еңбектің жемісі жай ғана күлкіге айналды. Оқиғаның әрі қарай қалай өрбігені белгісіз болар еді. Возняктың қатты көңілі түсіп қорланады. Дәл осы уақытта біздің адасқан ұлымыз Хиппи Үндістаннан оралады. Әрине, оның ең алдымен жолдасы Вознякқа барып амандасады. Ол оған өзінің жетістіктері мен сәтсіздігі туралы айтып берді. Сол кеште олар барлық нұсқаларды талдай отырып, ұзақ уақыт ойланады. Ақырында батылдыққа ие болған Джобс досына өзінің компаниясын құрып, жеке тәуелсіз жолмен жүруді ұсынады. Тап сол уақытта ешкімге белгісіз бұл жігіттер өмірлерінің жаңа жолын бастайды. Ал ұзақ жылдардан кейін бұл таңдау табысқа жету жолы болып табылады. 1976 жылы 1 сәуірде Стив Үндістанды ойлап, есіне түсіріп, үйдегі достармен отырғанда атаудың барлық мүмкін нұсқаларын тізіп береді. Джобс Үндістаннан оралғаннан кейін алма диетасына қызығушылық танытқандықтан ол компанияны Apple деп атауды ұсынады. Джобстың данышпандылығы ұятқа қалдырмайды. Ол атаудың бірінші әріптері телефон анықтамалығындағы Атаридан жоғары позицияға итермелеуге кепілдік беретін анық түсінді. Ал ол кезде интернет желісі болмағандықтан, телефон анықтамалығы адамдар мен компаниялар арасында байланыс ретінде пайдаланылған болатын. Дәл осы уақытта компанияның алғашқы логотипі де ойлап табылды. Ньютонның алма ағашының астында отырғаны бейнеленді. Бірақ мұның бәрі тек қағаз жүзінде ғана іске асты. Алайда шығармашылық тәжі болған өнім қажет болды. Осылайша бірінші өнім Возняктың алғашқы дербес компьютерін жасау болды. Өз уақытында HP мен Atari қабыл алмаған сол баяғы өнім болатын. Жаңа өнімнің атауы Apple 1 деп аталды. Бұл Джобстың алғашқы елеулі құрбандығы мен инвестициясы болатын. Осы үшін ол өзінің сүйікті фургонын да сатады. Нәтижесінде жігіттердің қолында $1300 болды. Бұл компанияның алғашқы өнімі үшін өте маңызды және пайдалы инвестиция еді. Бір нәрсені бастау керек болса, ашық аспан астында бастамайтыныңыз анық. Бұл кезде командада балама болмады. Сондықтан шешім қабылданды. Бірінші жұмыс орны ретінде Джобс тұрып жатқан үй таңдалды. Ол кезде Стив ата-анасымен бірге тұрған. Бұл ретте Клара Джобс шетте қалмай, ұлының командасына қосылды. Ол қоңырауларға жауап беретін кеңсе қызметкері ретінде жұмыс жасап, бұл олардың компаниясына бедел мен маңызды ұйымның келбетін арттырды. Әрбір компания бәсекелестермен шексіз күресте екені рас. Біздің трио
алдымен өзінің бәсекелестері Altair 8800 мен бетпе-бет кездесті. Оны қолымен жинап құрады. Құрылғыда командалар берілетін ауыстырып қосқыштар болды. Соңында алынған жауаптар алдыңғы панелдегі шамдардың кейінгі комбинациясы болды. Тапсырма неғұрлым күрделі болса, соғұрлым оны ауыстыру қажет болады. Кейде ауыз сулардың саны 100-ге немесе одан да көпке жетеді. Қате болған жағдайда пайдаланушы есептеуге дәлсіздік алды. Содан кейін бәрін басынан бастау керек болды. Бірақ сол күндері мұндай есептеуіш машина болашаққа ынтыққан ғалымдар үшін өте қолайлы болды. Apple 1 нәтижелерін көруге болатын енгізуге арналған пернетақта және дисплейі бар болғандықтан бәсекелесінен асып түсті. Қаншалықты күлкілі көрінсе де, Apple 1-дің алғашқы үлгілерінің кейбірі Стивтің жатын бөлмесінде, оның тізесінде құралып, жиналды. Ешқандай ауыр машиналар модельдеу жабдықтары немесе басқа қоңыраулар мен ысқырықтар болмады. Жатын бөлме, қолдар, ақыл мен қиял. Біздің данышпандардың бүкіл құралы тек осылар болды. Бірақ бұл ғажайып құрылғыны қайда сатуға болады? Сол кезде олар өздерінің алғашқы қиындықтарына тап болды. Ешкім ноу-хауды сатып алғысы келмеді. Қай дүкенге тауарды әкелсе де, бәрі бас тартты. Ал шағын дүкендегі бір ғана сатушы тауарды алып, сатуға келісті. Бірақ барлығын таң қалдырғаны, жаңа өнім бір аптаның ішінде сатылып кетті. Сонда жігіттер өндіріс көлемін ұлғайту үшін орын жетіспейтінін түсінді. Осылайша, Джобстың үйінің гаражына көшу туралы шешім қабылданды. Apple 1 компьютері $666,66 сатылды. Бұл көрсеткіш кездейсоқ таңдалған жоқ. Өйткені Возняк сандарды қайталауды ұнататын және олар оны бастапқыда жергілікті дүкенге $500 сатқандықтан оған 3-тен 1 қосымша үстеме қосты. Бірақ барлық сату мәселелеріне Джобс жетекшілік етті. Алғашқы 100 компьютер жергілікті тұтынушыларға сатылып, бірінші рет бюджетке жеке үлес қосқан Apple компаниясына айналды. Бірақ компанияның өсуі үшін өндіріс көп қаражатты қажет етті. Ол әлі де жетіспеді. Мұнымен де Джобс айналысты. Возняк пен команда негізінен жобаның тек өндірістік және техникалық жағына жауап беретін. Ақша мен қызметте жоғарлатуға байланысты барлығы Джобсқа ғана үміт артқан. Джобс бәрінен баз кешіп, бас тартуға дайын болған сәттерде болды. Өндіріс жабылудың азақ алдында қалды. Өйткені қаржыландыру кездері болған жоқ. Джобс тіпті адамдармен араласуды тоқтатты. Бірнеше күн бойы бөлмесінен шықпай, ақша іздеп барлық банктерге қоңырау шалды. Және олардың барлығы бір адамдай бас тартты. Мүлдем үміт қалмаған кезде Стив инвестор болып, бюджетке $92,000 құйған керек адамды табалды. Біраз уақыттан кейін Bank of America несие желісінде $250,000 дейін табыстың өсіп келе жатқаны сезілді. Команданың әрбір мүшесі бұл жетістікке риза болды. Джобс әр идеяның қалай жүзеге асырылып жатқанын мақтан тұтты. Ақыры Возняктың арманы орындалып, барлық ойындағы идеялардың жүзеге асыруға және жақсы көретін нәрсені сенімді түрде жасауға қаражаттың қол байлау болмайтындығы қуантты. Осылайша 1980 жылы Apple 2 дүниеге келді. Модернизацияға сәйкес жаңа модель түрлі түсті графикамен сипатталып, Возняк сонымен қатар контроллер мен 2 қарапайым доза дискісін, сонымен қатар файлдық жүйені қосты. Apple 2 дүрбелең тудырды деп айтудың қажеті жоқ. Дәл осы модель өз компаниясының иелерін миллионерлерге айналдырды. Бұл жігіттерге американдық қор биржасына жол ашты. Бірақ
Өмірді болжау мүмкін емес. Өрлеу бар жерде құлдырау бар. 1981 жылы Возняктың ұшағы көтерілу кезінде апатқа ұшырайды. Қуантарлығы ол аман қалды. Бірақ оның денсаулығы дұрысталғанша жұмысты 2 жыл бойы тоқтатуға тура келді. Себебі Возняк амнезия алып, бұрын немен айналысқанын білмей, мүлдем ештеңе есінде қалмайды. Болған оқиғадан кейін Джобс жұмысқа оралуға асықпайды. Жалған бүркеншік атпен оқумен айналысу туралы шешім қабылдайды. Бірақ 1983 жылы ол компанияға қайта оралып, инновациялық жобаларды әзірлеуді қайтадан бастайды. Акцияның шығарылуы компания үшін дамудың жаңа кезеңін ғана емес, сонымен қатар Джобс үшін ыңғайсыздық сезімін білдірді. Себебі Стив табиғатынан көшбасшы. Айналым қаражаты несиеге берілгендіктен, директорлар кеңесі жетекші тұлға сезімін сақтап, өзін жалпы алғанда меншік иесі сияқты ұстады. Компанияның тамаша негізін қалаушы, компанияның менеджерлерінің бірі ретінде ғана қалды. Стивтің ең маңызды және айрықша ерекшелігі, оның ерекше қуатты энергиясы. Ол ортақ іске мүдделі адамдар шеңберін ынталандыруға керемет қабілетті болды. Идеялармен шабыттандырып және оны жеткізуге шебер болды. Стив үнемі көшбасшылық лауазымға ұмтылды және бұл оны Macintosh жобасында табысқа жетеледі. Жоба оны көптеген инженерлердің, қызметкерлердің және осы салаға қатысы бар барлық адамдардың кумиріне айналды. Бірде Билл Гейтстің досының өзі белсенді түрде пайдалану үшін Macintosh сатып алғанын айтты. Стивтің мінсіз өнім жасауға деген құштарлықпен өсіп келе жатқан диалогы бүкіл қызметкерлерге үлкен әсер берді. Ол жұмысқа және табысқа толығымен берілген жан болды. Таңертең үйден жолға шығып, уақыт жоғалтпау үшін ол түнді кеңсесінде өткізетін. Нарықтағы шиеленіс пен бәсекелестік күшейе түсті. Ал қолайлы болу үшін Apple'дың менеджмент лауазымына әйгілі Pepsi компаниясының бұрынғы директоры Джон Скалиді шақыру идеясы пайда болды. Ол өзін тамаша маркетолог ретінде танытқан табысы топ менеджер болды. Бірақ дәл осы идея қате болды. 1985 жылы менеджмент тұрғысынан бірдей көзқарастары жоқ бәсекелес компанияны көріп, оның ұсынысы бойынша директорлар кеңесі Джобсты өзі жұмыстан шығаруға шешім қабылдады. Джобс кеткеннен кейін компанияда жағдай жаман болған жоқ. Стивтің әзірлемелерімен және одан кейінгі 12 жыл бойына операциялық жүйені дамыту және алға жылжыту өз орнында қалуға мүмкіндік берді. Компания үшін маңызды мәселе акциялардың тез құлдырауы болды. Адамдар тіпті белгілі компанияның бөліктерін қандай технология алпауыттары алатыны туралы дауласа айтып жатты. Стив ол кезде бос отырған жоқ. Ол өзінің барлық күш-жігерін жаңа туындысын алға жылжытуға бағыттады. Next компаниясы. Мақсат операциялық жүйені дамыту және ғылыми қызметке баса назар аудара отырып, компьютерлер жасау болды. Сіз таң қаласыз, бірақ дәл сол Pixar ол кезде біздің данышпанымыздың бақылауында болды. Дәл ол кезде студия Toy Story және Monsters Inc. сияқты хиттерді шығарды. Стивтің жұмысы мен топ менеджерлердің өнімді қызметті компанияны бұрын сонды болмаған биіктерге жеткізді. Ал 1996 жылы 20 желтоқсанда Apple Next компаниясын сатып алуға шешім қабылдады. $429 миллион. Осы үлкен көлемдегі сандарды көз алдыңызға елестетіп көріңіз. Бірақ бір шарт болды. Бұл сатып алу жұмыстары компанияға бас директорды автоматты түрде қайтарады. Оның басшылығы мен кадрларды ірі тазарту мен ескірген әзірлемелерді жою басталды. Ол
Apple компаниясынан босатылмағанда, ол ешқашан 100% сенімді бола алмайтын жағдайларда жаңа өрлеу мен дамуды сезіне алмас еді деп ойлай алмады. Қалай болғанда, күнде де бұл сәттілікке қалай дұрыс қадам жасау керектігін түсінуге мүмкіндік беретін тамаша тәжірибе болды. Бірінші iMac 1998 жылы 15 тамызда пайда болып, әлемге ұсынылды. Одан кейін бірден танымал OS X жасалды. Тағы да бір жылдан кейін әлемге iMac дизайны мен электронды кітап ұсынылды. Қазір қарасаңыз, ол бір түрлі көрінеді. Бірақ сол күндері бұл компанияның ең жаңа өнімі болды. Компания 2001 жылы музыкада төңкеріс жасады. Дәл сол кезде әлемге алғашқы iPad және Apple дүкендерінің ашылуы таныстырылды. Плеер ықшам дизайны мен оңай басқарудың арқасында ең көп сатылатын затқа айналды. Плеерден кейін 2003 жылы iTunes дүкені таныстырылды. Джобс әлемге музыканы кез келген уақытта компьютерге және iPodта тыңдау үшін жеке сатып алу мүмкіндігін бірінші болып ұсынды. Содан кейін бәріне түсінікті болды. Технологияны пайдаланудың жаңа тәжірибесін беретін жаңа деңгейге көшетіні анық. Стив енгізу және өзара әрекеттесу классикасын өзгертеді. Сенсорлық енгізуді ұсынады. Енді біз бренд тарихындағы ең маңызды сәтке келдік. Тұңғыш iPhone'ды бүкіл әлемге жеткізген 2007 жылғы презентация болды. Бұл бұрын сонды болмаған серпіліс еді. Бірнеше рет түрту арқылы сіз кез келген қажетті функцияға қол жеткізе аласыз. Бұл презентация бүгінгі күнге дейін көпшілік алдында сөйлеудің белгішесі болып қала берді және Стивтің талантын көрсетеді. Бір жылдан кейін 2008 жылы әлемге MacBook Air ұсынылды. Жұқа, жеңіл, жеткілікті автономды және сонымен бірге ноутбуктың қақпағын бір саусақпен ашуға мүмкіндік беретін белгілі топсасы бар, өте берік корпусы бар. Стив мұнымен тоқтап қалмады. Және 2010 жылы iPad планшетінің алғашқы тұсаукесері өтті. 2011 жылдың тамызы компанияның әлемдегі ең қымбат мәртебесін алған күн болды. Тек осындай жетістік Стивке қызметінен кететінін бүкіл әлемге жариялауға мүмкіндік берді. Ол қалағанының бәріне қол жеткізді. Ол басқарудағы орнын кеңес төрағасы болған Тим Кукке тапсырды. Бүгінгі таңда Apple барлық континенттерде нарық көшбасшы болып табылады. Ал 2019 жылдың бірінші тоқсанында ғана Apple табысы $64 миллиард құрады. Ал планетада бұл брендті білмейтін адам жоқ шығар. Стив Джобс пен оның туындысы қазір әлемге ештеңе мүмкін емес екенін және мақсатқа жету жолы қаншалықты қиын және ауыр болса да, егер сіз өзіңізді армандарыңызға берсеңіз, оған жетуге болатынын көрсетуде. 2003 жылы оған ұйқы безінің қатерлі ісігі диагнозы қойылды. Бірақ бұл қалпында да ол көп уақытын сүйікті жұмысына арнады. Стив 2011 жылы 5 қазанда күндізгі сағат 3-те тыныс алу жетіспеушілігінен Калифорниядағы үйінде қайтыс болды. Ол әйелі, балалары және әпкесі секілді жақындарының ортасында қайтыс болды. Оның отбасының айтуынша, Джобс өмірден жеңіл түрде өткен. Оның қайтыс болуынан бірнеше сағат бұрын айтқан соңғы сөздері «Ух ты, ғажап» сөзі болды. Бұл адамның өмір тарихын білу үшін Стив Джобс есімді қарапайым жігіт бүкіл әлемдегі миллиондаған адамдар үшін шешендік өнердің символы және өз ұрпағының данышпанына айналуы мүмкін екенін елестету қиын. Ең керемет нәрселердің бәрі біздің басымызда дүниеге келеді. Міне, осы армандардың орындалуы үшін әрқайсымыз не істеп жатырмыз? Міне, осы ең үлкен мәселе. Достар,
Бұл адамға жеке көз қарастарыңыз туралы және оның өмірі жайлы өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Подписаться батырмасын басып, Қазақ YouTube арнасын лүпілмен қолдап кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін өте маңызды. Алдағы уақытта қызықты видеоларды сіздер үшін арнайтын боламыз.